Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді наггетс жасайтын боламыз. Өте оңай әрі тез жасалады. Олай болса бастайық. Ең алдымен тауықтың филесін ұзынша етіп видеода көрсетілгендей турап аламыз. Осындай шамада болса жеткілікті. Филемізді ыдысқа салып, дәмдеуіштерін, 1 шай қасық бал және дәміне қарай тұзын 1 үшін қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы араласқан күйінде филемізді жарты сағат маринаттауға қойып қоямыз. Филеміз маринатталғаннан кейін наггетсімізді жасауға кірісеміз. Жұмыртқамызды шайқаймыз. Филемізді біртіндеп алып, ең бірінші ұнға аунатамыз. Артығының сілкіп тастаймыз. Жұмыртқаға саларда шанышқы қолдансаңыз болады. Осылай жұмыртқаға маламыз екіншіден. Және үшінші кезекте ұнтақталған сухарға салып аунатамыз. Аунатылған дайын филемізді противеньге тіземіз. Келесі филемізді тура осылай қайталаймыз және барлығы біткенше дәл осылай жасап шығамыз. Ең соңғы кезекте барлық филеміздің үстіне шамамен 1 шай қасықтай өсімдік майын құйып шығамыз. Осы майға қуырылып өте дәмді шығатын болады. 180 градус қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Біздің наггетстарымыз дайын болды. Өте сочный, дәмді болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.